Әлемде бірнеше сан алуан мамандық түрлері бар. Соның бірі дәрігерлер. Дәрігер мамандығы аса жауапкершілікті, шыдамдылықты, өз ісіңе деген сүйіспеншілікті қажет етеді. Ол ұлы мамандық. Дәрігер адам жанының зерттеушісі, бағдаршамы, қорғаны. Әр адам өз өмір жолында ақ халатты абзал жандармен кездесіп, олардың ыстық ықыласы мен алақандарын сезінеді. Адам өміріне араша түсетін дәрігерлік мамандықты таңдау үлкен жауапкершілікті жүктейді. Адам жер бетіндегі тіршіліктің иесі, қоғамның басты байлығы. Ал адам өміріндегі басты байлық оның өмірі мен денсаулығы. Дәрігер ол адам өмірінің сақшысы. Ол ажалдан қорықпайды. Қорықпағаны сондай, онымен аяусыз күреседі. Адам жанын сақтап қалу үшін оған барын салады. Адамға екінші өмір сыйлайды. Тауға дұрып, тасқа дұрып самбасын, пенде шіркін ойлайды ғой тәубасын. Дәрігерді жаратқан ғой тәңірім, адамдарға рахымы мол болғасын. Айнымаған адал ант пен сертінен, адам үшін еңбек еткен еркімен. Дәрігерге құтқар дейміз бір сәтте, жылдар бойы жиған өмір дертінен. Ертең қандай болар екен күнім деп, емханаға кірген кезде дірілдеп. Қарсы алады салауатты сабырмен, ай сәулелі әппақ адам күлімдеп. Бір өзіңе аударғанда зейінін, сезінесің періштедей пейілін. Дертке дауа жанға қуат болғандай, дәрігердің көзіндегі мейір. Жан қуантып жанардағы жылылық, оянады үзілмеген бір үміт. Дәрігердің енесінің ұшында қанша жанның тағдыры түрленіп. Мың аурудың табамын деп бір емін, аямаған адамдардан тілегін. Өмір отын сақтап қалған өшірмей, дәрігердің аялаңдар жүрегін. Дәрігердің аялаңдар жүрегін.